Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз ол менингиальді симптомдар. Менингиальді симптомдар бас ми қабықшаларының инфекциясы кезінде және бас ми қабықшаларының ісігі кезінде, бас миының ісігі кезінде және субарахноидалды қан құюлар кезінде пайда болады. Менингиальді симптомды анықтау үшін науқасты тегіс жерге шалқасынан жатқызып аламыз және науқастың емін-еркін бос жатуын сұраймыз. Менингиальді симптомдарды анықтау кезінде барлық іс-әрекет пассивті түрде жүзеге асады, яғни біз жасаймыз. Менингиальді симптомдардың бірінші симптомы бұл шүйде бұлшықеттердің іргетілігін анықтау. Оны анықтау үшін науқастың шүйдесін бір қолымызбен және кеудесін бір қолымен ұстап, науқастың иегін кеудесіне жақындатамыз. Бұл науқаста шүйде бұлшықеттердің іргетілігі теріс, ал оң болған жағдайда иекті кеудеге тигізе алмайды. Және мойын бұлшықеттерінің ауырсынуы және іргетілігі байқалады. Екінші симптомымыз ол кернинг симптомы. Оны анықтау үшін науқасты жамбастан және тізе буынға бүгіп алып, жамбастан 90 градуста бүгіп, тізе буынын жазамыз. Бұл науқаста кернинг симптомы теріс, оң болған жағдайда науқас тізе буынын жаза алмайды және бұлшықеттеріндегі ауырсыну және іргетілік байқалады. Кернинг симптомы екі жақты болғандықтан екі аяғынан да анықтап аламыз. Келесі симптом Бружинский симптомы. Ол симптомды біз жоғарғы, ортаңғы және төменгі деп үшке бөліп аламыз. Жоғарғы Бружинскийді анықтау үшін шүйде бұлшықеттерінің іргетілігін анықтағандай дәл солай қараймыз. Яғни бір қолымыз науқастың шүйде аймағында, екінші қолымыз кеудесінде, науқастың иегін кеудесіне тигізу арқылы біз аяғына қараймыз. Яғни бұл берілген науқасымызда Бружинский жоғары симптомы теріс. Оң болған жағдайда науқастың жамбастан және тізе буынында екі жақты буындар бүгіліп, аяғын ішке тартып алады. Ортаңғы Бружинский анықтау үшін науқастың қасағы аймағынан жұдырықпен басып, аяқтарына қараймыз. Бұл науқаста Бружинский ортаңғы симптомы теріс, ал оң болған жағдайда науқаста жамбастан және тізе буынында екі жақты бүгілу және аяқтан ішке тарту байқалады. Бружинский төменгі симптомы. Бружинский төменгі симптомын анықтау үшін науқастың аяғын кернинг симптомын анықтаған секілді көтерген кезімізде екінші аяғы жамбастан және тізе буынында бүгіліп, ішіне қарай тартылады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.